каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздермен ноутбук LM арқылы қалай материалды оңай меңгеруге болатын жолды көрсетемін. Яғни кез келген ұбт-ға дайындық кезінде, тестқа дайындық кезінде, немесе тақырыптарды жылдам меңгеріп алу үшін арналған бір лайфхак десем де болады. Сондайды көрсеткім келеді. Ол үшін осындай электронды варианттағы кітап болса, ең алдымен әрине бізге ноутбук LM керек. Жаңа бетін ашамыз. Сосын осындай электронды кітапты аламыз. Электронды кітапты алу үшін біз оқулық.kz деген сайтқа кіреміз. Осындай оқулық.kz деген сайтқа кіреміз. Сол жерде кез келген пәннің, кез келген сыныпқа арналған кітаптың барлығының PDF форматы бар. Оны сіздер көшіріп алсаңыздар да болады. Сол сайт арқылы қарауға да болады. Енді біз не істейміз? Осындай кітаптың бір мынандай бөлімін аламыз, заттардың тасымалдануы туралы арналған бөлімді алайын. Сосын мен осы беттерін скриндап аламын. Әр бетін скриндаймын. Міне, скриндаймыз. Жылдам скриндап алайын. Мысалы, бір тақырыпқа көрсете берейін сіздерге. Үстіп скриндап алғаннан кейін осы ноутбук LM-нің жаңа бетін аштық қой. Ноутбук LM туралы, қолдану туралы, қалай қазақшаға аудару туралы менің видеом бар. Сол видеоны көрсеңіздер болады. Ал енді бұл сол ноутбук LM-нің жалғасы. Мысалы, қазір мен сіздерге басынан бастап көрсете алмаймын, себебі бұны мен уже түсіріп қойғанмын. Қалай қолдану керек екен, осылай файлды, жаңағы скринді алған бетімізді PDF форматы ретінде көшіреміз. Да, осында жүктейміз. Кішкене күтеміз. Сосын бұл бізге бұл кітап бетінде не туралы жазылғандығы көрсетіледі. Жалпы бұл менің ойымша 10-11 сынып оқушыларына, әсіресе биохим таңдаған, биология пәнін таңдап отырған оқушылар үшін өте қажетті құрал деп ойлаймын. Кез келген тақырыпқа, жалпы тек қана биология емес, енді кез келген пән бойынша. Осылай бетіп кішкене күтеміз. Интернет жақсы болса, тезірек жұмыс жасайды. Бір загрузка жүргізіп жүре салайын. Міне, менде барлығы жүктеліпті. Мына жерге қысқаша мәтін шығады. Мысалы, бұл мәтінде адам организм ішкі ортасы, қаны, лимфа, ұлпа туралы айтылған, Тағы бір-екі ақпарат қосып жіберу үшін осылай ChatGPT, жаңағы Gemini ұқсап, осылай сұрақтарды астына дайын тұрады, соны қойып жіберсеңіз, осы жерде тағы да ақпараттар қосып жібереді өзі. Енді бізге қажетті не? Флеш карточка жасаймыз. Және ментальды карта жасауға болады. Және де тест жасайық. Деректер кестесі деген бар. Және есеп дегенді көрейік. Так, есеп деген. Так, енді бізге дайын болған екен. Мына зат. Осындай сіз бізге флеш карточка жасап берген. Флеш карточкамыз кесте жасап берген, жарайды. Бізге бұл емес, қажеттісі. Мынаны флеш карточка дегенді күтейік. Ағза ортадағысындағы, мынау бізде ментальды карта, яғни қысқа нұсқада осындай сызба жасап береді. Ағзаның ішкі ортасы құрамдас бөліктер қандай заттардан тұрады, қаннан тұрады, ұлпа сұйықтығынан, лимфадан тұрады. Қан дегеніміз не? Яғни қызметі сұйық дәнекер ұлпасы, қан ол бізде дәнекер ұлпасы екен білеміз, жалпы адамда 5 литр қан болады. Заттың тасымалдау қызметін атқарады. Ұлпа сұйықтығы деген не? Жасушааралық делдал дейді. Қан плазмасынан түзіледі, мөлшері 15-20 литрдан тұрады. Лимфа деген не? Түссіз мөлдір сұйықтық, тәулігіне 1,5 литр түзіледі. Құрамында лейкоциттер көп. Енді келесі гомеостаз дегеніміз не? Мысалы, оның ішкі орта тұрақтылығын сақтайды. Физиологиялық гомеостаз өзінің реттеу механизмін атқарады. Қанның қызметтері: газ тасымалдау,
яғни оттегі мен көмірқышқыл газын тасымалдайды, қоректік заттарды тасымалдайды, зиянды заттарды тасымалдайды, сыртқа шығарады, бүйрекке қарай тасымалдайды, гормондарды тасымалдайды, жылуды тасымалдайды. Бұл қанның қызметтері. Лимфа жүйесінің қызметтері: ұлпа сұйықтығын қанға қайтарады, керісінше, майларды сору, қорғаныс, әсіресе иммундық қызмет өте маңызды бұның, және микробтарды сүзу. Иммундық мүшелер: лимфа түйіндері, бадамша бездер, көкбауыр, аппендикс. Міне осылай қысқа нұсқа, мысалы, ақпараттарды біліп алуға болады. Келесі бізге флеш-карточка. Ең самый күшті заты осы флеш-карточкалар, менің ойымша. Адам ағзасының ішкі ортасын құрайтын үш негізгі, жаңағы қан, лимфа сұйықтығы және ұлпа сұйықтығы. Түсінікті, ағзаның ішкі ортасында өзара әрекеттесу эволюция қай сатысында қалыптасты? Осы үш сұйықтықтың біртұтас жүйе ретінде өзара әрекеттесу эволюция барысында қалыптасты. Қоршаған ортаның өзгеруіне қарамастан, ағзаның өз көрсеткіштерінің тұрақтылығын сақтайтын жалпы қасиеті қалай аталады? Гомеостаз деп аталады. Гомеостаз тек жеке ағзаларға ғана емес, тағы қандай деңгейлердің жүйелерін сақталуына мүмкіндік береді. Табиғи экожүйелерге гомеостаз механизм ағзаның несі арқылы жүзеге асырылады? Ағзаның сұйық ортасы арқылы. Қан қандай ұлпаға жатады? Ол дәнекер ұлпаға жатады. Сұйық дәнекер ұлпа. Шамамен неше литр? 5 литр қан. Міне осылай флеш-карточкамен жаттығып алғаннан кейін артынан тест құрастыруға, тестті шешуге болады. Тест бізде өзі аз ғана сұрақ құрастырып береді. Міне 10 сұрақ қана жауап беруге құрастырған екен. Адам ағзасының ішкі ортасын құрайтын негізгі үш сұйықтық, қан, лимфа, ұлпа сұйықтығы, ағзаның өзгерген температура қысым тұрақтылығын сақтайтын гомеостаз, жаңа ағзаның бас қызметін бір тасымалдау, өкпеден денеге, дене жасушаларына қарай, қандай газ тасымалдайды, оттегін тасымалдайды. Майлардың қорытылған құрамы не арқылы тасымалданады? Лимфа арқылы тасымалданады. Ұлпа сұйықтығының ағзадағы мөлшері 15-20. Лимфаның қозғалуы қанның қозғалысына қарай неліктен баяу болады? Міне осылай тесттарды құрастырып өзіңізге жаңағы өте жақсы ақпараттар сақтауға көмектесетін құрал жасап алуға болады. Бұны сосын бөлісуге де болады. Мысалы, біреулерге, адамдарға, мысалы, мына жерде міне кез келген адам сілтемені көшіріп осылай бөлісе аласыздар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Өте пайдалы болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көптеген ақпараттар, осы әсіресе жасанды интеллект бойынша, биология сабағы бойынша көптеген ақпараттармен жалпы бөлісіп отырамын. Жалпы ойыма қандай бөліскім келетін заттар келеді, барлығымен бөлісуге тырысам. Және әдіс тәсілдермен, іс-шараға арналған идеялар болсын, барлығымен бөлісе отыратын боламын. Сау болыңыздар.